көрермен, бүгінгі ұлыстың ұлы күні ата-баба сөзімен айтқанда ақ түйенің қарны жарылған күн. Наурыз мейрамы баршаңызға құтты болсын. Наурыз мейрам жүректерге нұр сепкен, маңдайынан сүйіп жатыр күн көктем. Жарығыңмен, шуағыңмен күн ана, алып келдің жер бетіне гүл көктем. Балдәурен бағдарламамыздың мерекелік шығарылымын әуезді әнмен бастасақ, нұр үстіне нұр болып, сіздерге де жақсы көңіл күй сыйлайтыныңызға сенімдімін. Олай болса, назарларыңыз экранда болсын. Наурыз көктем мен еңбектің, достық пен бірліктің мейрамы болуымен бірге, халқымыздың салт дәстүрлерін құрметтеп, өнегелі, өнерлі азаматтар мен азаматшаларды тәрбиелейтін мейрамымыз. Наурыз парсы тілінен аударғанда жаңа күн деген мағынаны білдіреді. Бүгінгі жаңа күніміздің алғашқы қонағы Ақтоғай ауданы Шашубай кенті мәдениет үйінің домбыра үйірмесінің шәкірті Айзере Маратхан қонақта. Айзере, қош келдің. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын. Қайырлы күн, рахмет. Әз Наурыз мерекесі сіздерге де құтты болсын. Рахмет. Айзере, бүгінгі ұлттық киімің сондай керемет. Бүгінгі мерекеге жақсы дайындалғаның көрініп тұр. Айзере, қолыңа қазағымыздың ұлттық аспабы домбыраны да ала келіпсің. Домбыра үйірмесіне көптен бері қатысасың ба? Бір жылдай болып қалды. Керемет. Қазіргі таңда неше күй білесің? Қазіргі таңда 6 күй білемін. Тамаша. Осы күйлерді үйренуге кім көмектесті? Ұстазым Бибігүл Сағынтайқызы. Керемет. Олай болса, өзіңнен қонақ кәде сұрасақ, қалың көрермендерге қандай күй шертіп бересің? Балбырауын күйін шертіп берейін. Жақсы.
Ондай болса, сені тыңдайық. Бәрекелді, қағыстарың қандай жақсы, жарайсың Айзере. Ал енді дүйім жұрт қайтар, лебізің болса. Баршаңызды шын жүректен келіп жеткен Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Наурыз мерекесі баршаға молшылық, топшылық, жаңа жетістіктер әкелсін. Айзере, саған келгенің үшін көп рахмет. Құрметті көрермендер, Наурыз туралы қызықты деректерге кезек берейік. Қайырлы күн достар! Наурыз мерекесі құтты болсын. Жалпы, бұл мейрам мүмкіндігінше көңілді және шулы етіп атап өтіледі. Ежелде мейрам 13 күнге жалғасқан. Сонда адамдар ауыл-ауылды аралап, Наурыз көжеден дәм татып, Наурыз әнін айтып, бір-бірін жаңа жылмен құттықтап, жақсылықтар тілейтін. Бұрынғыда бұл күні туыстар мен достарға барып, жаңалықтармен бөлісу және жаңа бірлескен жұмыс бастау дәстүр болған. Дәстүрге айналу себебі қысқы кезеңде елді мекендер арасында хабар тарату, байланыс ұстау қиын болғаннан болып отыр. Мерекеде халық түрлі ойын-сауық ойындарын ұйымдастырып, ат жарыстырып, алтыбақан тепкен. Мәліметім пайдалы болды деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет. Келесі өнерлі қонағымыз, өнерпаз досымыз Мадиярұлы Әли. Әли, қалың қалай, қош келдің. Қош көрдік, жақсы рахмет. Мереке құтты болсын. Бізге болсын. Бүгін ерекше күн. Сен қалай ойлайсың? Неге ерекше күн? Бүгін күн мен түн теңелетін күн. Қазақ елінің жаңа жылы. Тамаша жауап. Бүгін қазағымыздың күйі күмбірлейтін күн. Сол үшін де күйшілерді арнайы шақырған едік. Көрермендерге қандай күй шертіп бересің? Көрермендерге көксерек күйін шертіп берейін. Жақсы, онда сені тыңдайық. Тамаша Әли. Әли, күй шертіп жүргеніне қанша уақыт болды? Күй шертіп жүргеніне 1,5 жыл болды. Жарайсың, өнерің үстем болсын.
Бағдарламаға қонақ болып келгенің үшін алғыс білдіремін. Сіздерге рахмет, жақсылықтар, мерекеге жүздесе берейік. Орта Азия елдері Наурыз мейрамын 5000 жылдар бойы тойлап келеді. Қазақстанның батысында Наурыз мерекесі 14 наурыздан басталады және амал немесе көрісу деп аталады. Халық қыстан аман есен шыққанына қуанып, бір-бірімен төс қағыстырып, құшақтасып амандасады. Жақсы тілектер айтылып, жастар жағы үлкендерге сәлем бере барып, батасын алады. Көрісу мейрамы бір күннің аясымен шектеліп қалмайды. Жыл бойы жалғаса береді. Кезекті кішкентай қонағымыз Нұрдос. Қалың қалай Нұрдос? Жақсы. Ұлыс оң болсын, мереке құтты болсын. Сағында да мереке құтты болсын. Бүгінгі бағдарламаға қандай өнеріңді алып келдің? Тақпақ. Ал құрметті көрермендер, Нұрдостың құттықтауын қабыл алыңыздар. Құтты болсын Наурыз, садасын санымыз. Жақсы болсын күніміз, арасын танымыз. Наурыз көп береке, думанды көп мереке. Дост кедерінге, дост кедерінге. Нұрдос, құттықтауың тамаша болды. Келгенің үшін алғыс білдіремін. Сақығаныңызға рахмет. Құрметті көрермендер, Наурыз құтты болсын. Мерекеден мерекеге жете берейік. Қош, сау болыңыздар.